Алла хидаят берсін. Біреулер бар, түрлі денсаулыққа зиян нәрселерді пайдаланады. Темекі шегеді, насвай атады. Алла Құран кәрімде былай дейді: "Уала тaqtulu anfusakum инналлаха кана бикум рахима". Өздеріңді өлтірмеңдер. Шын мәнінде Алла сендерге ерекше мейірімді. "Уала тулқу биайдикум иля тахлука". Өздеріңді қауіп қатерге салмаңдар дейді. Құран кәрімде айтады: "Ва юхарриму алейхимул хабаис". Сендерге адам табиғаты ұнатпайтын нәрселерді харам ет дейді. Хабаистен жаман нәрселерді, жиіркенішті нәрселерді харам ет дейді. Темекі жиіркенішті нәрсе ма? Бәрі айтады жиіркенішті, жаман нәрсе. Денсаулыққа зиян ба? Шегіп жүрген кісі де айтады: "Иә, денсаулыққа зиян". Темекі шегуде, бауырлар, 3 күнә бар. Бірінші, ол Алла бізге үлкен нығмет қылып берген денсаулыққа күнделікті зиян жеткіземіз. Осыған сұраламыз. Бұл аманатқа қиянат дейді. Бір күнә ма? Екінші күнә, Алла сізге дүние берді. Оны бос нәрсеге жараттық. Бұны исрап дейді. Екі күнә ма? Бауырлар, темекі сатып алу бұл шариғатта харам, тыйым салынады. Өйткені темекінің құны жоқ. Оны сатуға да болмайды, сатып алуға да болмайды. Ақшаның бар ғой, бос шашсан, әшейін жай қоқысты лақтырсан, үкімі қандай? Үкімі харам. Өйткені сен нығметке қарсы келдің, дұрыс па? Дүние нығмет па? Берген Алла Тағала нығмет қоя. Оны естен сен менсінбедің. Оны исрапшылдыққа салдың сен. Бос кетірдің. Темекіні сатып алуға болмайды. Құнсыз нәрсені сатып алғандығы үшін күнәһар боласың. Бірінші, ақшаны бос шашқандығы үшін тағы да күнә арқалайсың. Одан кейіне оны өзіне пайдаландың, жаман нәрсені. Тағы да күнә арқалайсың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: "Кімде кім чеснок немесе пияз жесе, пияз, онда біздің қасымызда отырмасын" дейді. Кейбір басқалар неде? Мешітке жақындамасын дейді. Үйде намаз оқи берсін дейді. Не үшін? Не себепті? Мұсылманға зиян жеткізеді. Намазда тұрасыз, аузынан жағымсыз иіс шығып тұр. Яғни мұсылмандарға зиян жеткізу бұл шариғатта тыйым салынған. Ал темекі шеккен кісіне мұсылманға зиян жеткізеді. Одан бірінші жиіркенеді. Және ол жерде құл ақысы бар. Мысалы, біреуге қолыңызбен зиян жеткізсеңіз, біреуді ұрсаңыз, бұл құл ақысы ма? Құл ақысы ғой. Одан кешірім сұрау керек. Кешірмесе, қиямет күні Алла Тағала оның сауабын алып береді. Ал енді темекі шегу, мұсылманның ақысына кірдің сен. Оған зиян жеткіздің. Бұл жерде жай ғана бір темекіде 3 күнә бар екен.